Жетісу облысында аптап ыстықтың салдарынан орман өртінің қаупі ең жоғары 5-ші деңгейге жетті. Осыған байланысты Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде әуеден бақылау күшейтілді. Мамандар тікұшақпен орман алқаптарын шолып, өрт қаупі жоғары учаскелерді жіті бақылауға алды. Биыл орманды әуеден патрульдеуге 270 ұшу сағаты бөлінген. Авиациялық бақылау негізінен өрт қаупі 4-ші және 5-ші деңгейге жеткен кезеңде жүргізіледі. Мамандардың айтуынша басты мақсат өртті бастапқы сатысында анықтап, оның кең аумаққа таралуына жол бермеу. Өрт сөндіруге пайдаланылатын Еурокоптер 145 тікұшағы көлемі 600 литр болатын су төгу құрылғысымен жабдықталған. Бұл әсіресе жетуі қиын таулы аймақтарда тілсіз жаумен жедел күресуге мүмкіндік береді.